бізде Қазақстан тарихы, қош келдіңдер сабаққа, жақсы көңіл тілеймін, отыра қойыңыздар. Назар аударып көңілдерін біле қойыңдаршы. Балалар, нені суретін көріп тұрмыз? Неге тағы суреттерден. Не айтар едіңдер суреттер туралы? Рәміздер бар, сосын. Тәуелсіздік бар. Сосын тағы да. Ненің дауысын естіп тұрсыңдар тағы? Суретте мынаны. Айқайлаған адамдардың, ислема? Бостандықтың, ушудың, жергілікті сезіну үшін. Біздің еліміз туралы, сезіну үшін. Яғни, енді сендерге тағы бір сұрақ. Суреттен ненің исін естіп тұрсыңдар? Ескеп көріңдерші. Табиғат, салқын, самал жел болады, күшті. Мынадай деп аламыз, яғни Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің жариялануы. Тәуелсіздік дегенде не істейді көз алды? Бейбітшілік, тағы да бостандық, еркіндік, азаттық. Бізді осы көптен күткен арман, дұрыс айтасыңдар, біз алдыңғы сабақтарда осы тәуелсіздікке әкеліп тіредік, бүкіл демократиялық өзгерістердің қандай болғандығын, елімізде қандай үдерістердің болғандығын, есімізге түсірейікші, осы тәуелсіздікке түрткі болған ең басты оқиға не болды? Қай жылы? Дұрыс айтасыңдар. Яғни балалар, біз 86 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін осы тәуелсіздікке қадам басқан ең алғашқы біздің халқымызымыз болды, біздің ұлттығымызды көрсетеді. Конституция осы бізде тәуелсіздіктің жариялануына қандай септігін тигізді? Конституцияның жалпы осы тәуелсіздік туралы конституцияның мазмұнымен танысатын боламыз. Жарияланудың ең алғашқы сабағы, яғни біз бүгін тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтайтын боламыз. Яғни біз тәуелсіздікке қалай жеттік? Сонымен қатар өткен оқиғалармен сабақтастықта орнатып, Қазақстан тәуелсіздігінің жариялануының тарихи маңызын түсінетін боламыз. Яғни тәуелсіздік сабақты алдарымызға бір ноутбуктан қойдық. Ноутбукпен жұмыс жасайтын бізде топ басшылар бар және қасында көмекші информатиктеріміз бар деп айтайық. Және мынандай бағалау сіздерге парағымен таныстырғым келіп тұр. Бағалау парағы, яғни сендерге бұны басшыларды екінші топтан Айдана топ басшы, үшінші топтан Кәусар топ басшы. Топ басшыларға мындай сіздерге тақтадан көрініп тұр. Топтарыңыздағы балаларыңыздың аты жөнін жазасыңдар. Оқушылардың, мысалы, Алуа, Алижан, Айжан, аттарын жазып, фамилия жазбай қойыңдар, аттарын жазыңдар. Және әрбір тапсырма бойынша сендерге қазір мен дескриптор беремін. Топтық жұмысқа 4 балл, жұптық жұмысқа 3 балл, жеке жұмысқа 3 балл және қорытынды. Сонымен қатар бір ерекшелік, жаңа айттым сендерге, бізде жаңа жұмыс істейміз ноутбукпен дедік, әр топ басшы сабақтың соңында өзі жұлдызша қою арқылы маған есебін береді, тобының оқушылары неше балл алған. Мынау сендерге черный жаңағы қағаз есептеу үшін, соңында маған топ басшылар өздерінің ноутбуктарындағы бағалау парағын көрсетесіңдер. Түсінікті? Сондықтан да бір үлкен құжаттардың қабылдануы қалай жүрді? Жалпы біздің еліміз осы тәуелсіздік туралы, өзінің егемендік туралы құжаттарын қалай бірінші рәсімдеп алды, сол туралы видеороликке назар аударайық. 91 жылы 13 желтоқсанда Ашхабадта Орта Азияның Қазақстан басшылары бас қосып, Минскіде қабылданған шешімдерді қолдайтындықтарын айтты. 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматыда 11 мемлекеттің басшылары Алматы декларациясына қол қойып, ТМД-ның, яғни тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрылғанын мәлімдеді. Зерттеу бөлімінде қазір мен сендерге алдарына мәліметтер тастаймын. Бұл әр топқа бізге бөлек-бөлек тапсырмалар тақтаға назар аударайық. 1991 жылы 16 желтоқсандағы тәуелсіздік туралы заң туралы инфографика құрастырасында қосымша мәліметтер бар, оқулықтан мәліметтерді пайдаланамыз. Үшінші топ, яғни Қазақстан Республикасының өзінің республика мемлекеттік деңгейде көтерілуіне негіз болған, басқа елдерде танып қалатын ол әрине мемлекеттік рәміздер.
Қандай рәміздік университеті? Туған елтаңда әнұран көрсетеді. Сол заң қалай қабылданғаны, сол заң туралы сіздің міне мәлімет, кітаптарында да сендерде мәлімет бар. Жаңағыдай не жазылу керек? Мазмұнды суреттерінде фронтта жазған кезде өйткені сендерге суретті қылып шығарып беру үшін оны әдемі мазмұнды енді кейде балалар қазақша әріптерден бір қателіктер кетіп қалуы мүмкін, бірақ ол енді өздері түсініп айту үшін ол ешқандай қателік емес. Декларацияның қабылдану туралы, екінші топ конституциялық заң туралы, тәуелсіздік туралы және 4 маусымдағы 92 жылы мемлекеттік рәміздер туралы ең негізгі біздің тәуелсіздігімізді айқындайтын негізгі заңдар. Біздің тақырыбымыз бүгінгі Қазақстан мемлекеттік егемен декларациясы туралы. 25 қазанда мемлекеттік үстемдік декларация қабылданды. Бұл декларация біздің тәуелсіздік ел атануымызға алғашқы және де маңызды қадам болды. Біздің мақсаты елдің тағдырын өзі шешу туралы жария етуі, яғни Қазақстанның егеменді ел екенін құқықтық тұрғыда жариялау. Қазақстан Республикасының декларациясының негізгі құқықтары олар жер тұтастығы, табиғи ресурстар, заң үстемдігі және де өзін-өзі басқару құқығы. Және де декларацияның маңызы бұл алғашқы ресми қадам болып келеді бұл жақта. Яғни егемендік декларация тәуелсіздікке апаратын жолдың бастапқы қадамы және нүктесі, және де құқықтық база болу, яғни 1991 жылы қабылданған тәуелсіздік туралы заң шығарды. Дербес мемлекет және тәуелсіз мемлекет болып келеді. Оның негізгі ережелері демократиялық мемлекет, конституция және заңдар, қарулы күштер құру, жер мен байлық, халық меншігі, билік халыққа тиесілі екенін түсіндіру. 1991 жылы 16 желтоқсан осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік туралы конституциялық заңы ресми түрде қабылданды. Бұл заң Қазақстан Республикасының кеңес үкіметіне толықтай ашылуына және өз дербес мемлекет болуын ресми түрде бекітті. 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігімізді алдық және сол кездегі бізде заң қабылданды деп айтады. Негізгі баптарды айта кетсек, халық биледі, Қазақстан демократиялық құқылық мемлекет болды біріншіден, және де халық биледі деп айтсақ болады, мемлекетті өз халық өздері шешті. Және де осы Қазақстанның жерлері, жер аумақтары және жердің ішіндегі ескерткіштер, жер байлықтары деп айтайық, соның барлығы халыққа тиесілі болды деп айтсақ болады. Жалпы рәміздер туралы заң бізде 1992 жылы 4 маусымда бекітілді. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін кезек күтіп міндет болып қалыптасты. Және де ең алғаш 1992 жылы бекітілген болса, 2022 жылы рәміздерге өзгерістер енгізілді. Бізде рәміздерге мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік әнұран жатады. Қазақстан Республикасының елтаңбасына шаңырақ және қанатты пырақтар және жұлдыз бейнеленген. Елтаңба ортақ үй және береке және де ел тұтастығын көрсетеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұран жетім рухын айқындайтын музыкалық мәтін туынды, оның басты авторы Шәмші Қалдаяқов. Біздің мемлекеттік рәміздеріміз
мемлекеттік мекемелерде міндетті түрде көрсетіледі, және де бұл мемлекеттік рәміздерімізді біздің қорғау туралы арнайы заңдар бар, және де бұларды қорғау кезінде мемлекеттік заң бойынша адам жауапқа тартылады. Біз тіптен жерде тиын жатса да, оны көтеруіміз керек. Неге? Өйткені онда ненің суреті бар бізде? Елтаңбаның суреті бар, яғни біз өзіміздің ұлтымызды жоғары қоюымыз үшін. Жарайсыздар. Мен өзімнің атымнан мынандай бонустар ұйымдастырып қойдым. Бонустың беті мына жерде өздерінің тиынмен қарасыңдар, астында сыйлық болуы мүмкін, жаңағы мен сендерге көмектесетін жерлер болуы мүмкін, тағы басқа болуы мүмкін, Мен бірінші топ бойынша мына жерде Әлижан Әлімбетов тұр, өте жақсы инфографика жасаған үшін. Бұл топта мен Әлиханға беремін, өйткені мазмұнды түсіндіруі де өте жақсы ол бонус. Және осы топтан мен Еркеназға беремін, өйткені біздің ұлттығымызды, біздің қазіргі кезеңдегі рәміздерді күшті қолданып келе жатқаны туралы айтты, Вен диаграммасы. Оны Вен диаграммасын. Екі адам орындайсыңдар. Яғни Вен диаграммасын білеміз, не істейміз Вен диаграммасында? Екі жағында салыстырамыз. Екі жағына айырмашылығын, ортасына ұқсастығын. Қазақстан Республикасының дамуы және шешім 1996 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздік конституциялық заң қабылданды. Елдің алды дамудың 1990 жылы жөніндегі қазақстан қабылданған. Ол кезде КСР-ның жағынан шектеулер қойылған. Жақсы. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігі 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданды. Бұл заң Қазақстанның кеңес одағының мемлекет болғанда ресми түрде бекітілді. Сайлау жүйесі азаматтардың құқықтары мен міндеттерін анықтайтын негізгі заңы. Мемлекеттің саясат пен құқықтың салтанатты түрде жарияланатын құжат. Екеуі де тәуелсіздік бағытталған заң. Сіздерге қазір алдарына мынандай парақша беремін. Тарихи оқиғаларды, кітаптарында даталар бар, жаңа айтылған даталар, сонымен сәйкестендіріп шығамыз. Бағалаумен танысу үшін топ басшылар белгілеп болдыңдар ма? Декларацияны қабылдаған жылы. Сосын декларация туралы оқимыз, тақырыпты оқимыз. Және мына тақырыпқа эссе жазып берейікші балалар. Эссе. Тәуелсіздік ең басты құндылық. Жақсы ма? Екінші топ бағалап жатыр міне. Сабақ қоңырау соқып жатса, тағы бір кетіп жатса, тексеремін. Сабақ бойынша сұрақтар ма? Жаңа. Başına göre
үйге барып қырасыңдар, сосын ішіне не шығатынын қарайсыңдар.